қазақ халқынан, бүткіл қазақстандықтан, Жылой халқына көмек сұраймыз. Бізде эвакуация деп жатыр, бірақ эвакуацияға бару үшін бізде Майкөңкен Атырау трассасы су шайып кетті уже. Так, жаңағы Ақтауға шығатын жолды уже бөгеп тастаған. Эвакуация тек мектептерге жасалып жатыр. Қазіргі таңда 2-ші ауыл Вахтовый, 5-ші ауыл барлығы деген суға кетіп жатыр. Естіп тұрған боларсыздар, сирена ойнап жатыр. Бізді осындай халге жеткізген әкімшілік деп есептеймін. Осы уақытқа дейін Гүлнафис деген ханым ештеңеге уайымдамаңдар, короче, бәрі жақсы болады, анау мынау деп әбіргерге ешкім салған жоқ, халыққа ештеңе айтқан жоқ. Әбден уже су бетіне көтерілгенде еріктілерді іздейміз халықтың арасынан деп. Енді бүткіл халық 4 күн ба мына осымен 4-ші күн ұйықтамай сол суды бөгеттеп жатыр. Бірақ мына Жылойымыздың микрорайон деген жақтардың шлюзін ашпай жатыр. Орталық полный, жан-жағымыздағы кіреберістегі жақтардың барлығы потопление, су басып жатыр. Содан көмек сұраймыз қазақ халқынан. Уже бәрі поздно деп жатыр, сонда да көмек сұраймыз. Біздерге МЧС те жоқ. Бүткіл Қазақстанды бағып отқан Жылойдан бір МЧС жоқ, машина жоқ, үкіметте ештеңе жоқ, бәріне халық жүгіп жүр.